Сәлем достар, құрбылар, қыз келіншектер. Мен сіздерге бүгін тағы да бір көйлектің реставрациясын көрсететін боламын. Толық реставрация, полностью. Міне менде мынау алдарыңызда көрсетіп жатқан мынандай дизайндағы көйлек, французский длина, етегі плессированный. Қараңыздар, мойында галстук, жеңі ұзын, бірақ өзі кішкене тарлау болып тұр, киюге келіңкіремей. Енді мен осыны полный переделка істеп шығамын. Енді видеоны аяғына дейін көріп тамашалап, достарыңызбен бөлісіп, видео соңында өз комментарияларыңызды міндетті түрде қалдырып, қоңырауша лайктарыңызды басып қойыңыздар. Ал ендеше әрі қарай кеттік, видеоны жалғастырамыз қыздар. Мен қазір осы тұрған көйлекті жеңін бөлек, кеудесін, етегін бөлек асықпай отырып сөгіп аламын. Енді ары қарай сосын не істейтінімізді бірге көріп тамашалайтын боламыз. Мына қыздар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мен мына дизайнды бір видеомда салған болатынмын. Сол өткен видеоларды көрсеңіздер, лекаласын қалай алу керектігін толық көрсетіп шыққанмын. Енді мен осы көйлегімнің жоғар жағына осы дизайнды трикотаж жемчуг цветке қойып шығамын. Міне қыздар, өздеріңіз көріп тұрғандай, менде мынау жаңағы трикотаж матам міне екі қабатталып тұр. Өйткені бұл солай екі қабат күйінде тігіледі. Міне мынау соның лекаласы. Бұның лекаласын қалай алу керектігі жолын жаңа жоғарыда айтып кеттім. Алдыңғы видеоларында салып өткен болатынмын. Енді осыны мата бетіне түсіріп қиып аламыз. Мен бұл переделка көйлектің жоғар жағын осы трикотажбен қойып, етегіне өзінің плессированный етегін қойып шыға салуды ұйғардым. Маған сол ұнайды, кигенге өте ыңғайлы болады. Міне мен қазір бәрін қойып шықтым. Енді осыны тігіске запасын қалдыра отырып қиып аламыз. Бұның жоғар жағына аса көп трикотаж кетпейді. Алпыс сантиметр трикотаж алсаңыздар жеткілікті. Өзіңіз кие алмай жүрген, немесе біреуге беруге қимайтын, бір өзі сондай адамның көңіліне ұнайтын, өзі әркімде бір сондай
кийим болот, соны осылай етіп фасоны ұнамай жүрген болса, немесе тар болып қалған болса, кез келген бұйымды осылай переделывать етіп алуға болады, қыздар. Мұны мен қиып алдым, өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұның дизайны бұл былай айқасып тігіліп шығады. Мына қолтық мияққа айқасып кету керек. Былай тұру керек. Осы жерден өзі дизайн шығады. Қазір мен сіздерге осыны тігіп көрсетіп шығамын. Енді қазір төменгі жағын қиып алдым. Енді мен мұны спинкасын қырқып аламын, қыздар. Мына қараңыздар. Мына енді осыны қиып аламыз. Мына менде спинкасы дайын болды. Енді алдыңғы өңірінің астыңғы чайсын қырқып аламын. Мына қыздар, мынау алдыңғы өңірінің асты, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осыны қырқып аламыз. Енді осы частьті қырқып аламыз, қыздар. Міне бұл частьті дайын болды, қыздар. Енді осыларды құрап шығамыз. Ал енді қыздар, осыны құрап шығамыз. Центрлерінде бізде 0,5 кетілген болу керек. Осы жерлерден тігістерін тоқтатып отырамыз. Өйткені бұл дизайн бізде асты үстіне айналып түсу керек. Сондықтан мен кеткен жерден тоқтаймын. Кетілген жерден тоқтадым. Енді соған қарама қарсы мына бетін тігемін. Міне бізде тігіліп алған екі қарама қарсы бетті. Мына қараңыздар, Қазір мен камераны дұрыстап орнатып жіберейін. Тұра тұрыңыздар. Міне қыздар, біздің дизайнымыз былай айқасып түседі, Енді мынау тұрған жерге міне
кішкене астынан 0,1 жүргізіп шығамыз и мына жаққа да. Сол кезде бұл дизайнымыз бізде мына жерден былай жолығады. Және асты осыған кеп тігіліп кетеді. Мына часть осыған кеп тігіледі. Сөйтіп бізде кофтаның алды шығады. Енді мына астында қабатталып тұрған матаны бастарын біріктіріп аламыз. Жан тігісінің бәрін қосып аламыз. Егер машинкаларыңыз мынандай синтетикасы барлау трикотажды тіге алмай жатса, лапкаларыңыздың астына бумажный скотч болады. Сондайды жапсырып тіксеңіздер, жақсы тігіп шығасыздар. Асты жағында қалатын матаның үстінен астындағы тігісін сояқа қарай жатыстырып, астында қалатын матаға қарай 0,1 қылып жүргізіп шығасыздар міндетті түрде. Әйтпесе астыңғы матасы бетіне қарай шыға беретін болады. Енді мына бетін тігіп шығамыз. Иңелеріңіз дұрыс тікпей, жаңағы шақтарын пропускать ететін болса, лапкаларыңыздың астына бумажный скотчтан жапсырып алсаңыздар, жақсы тігіп шығады. Мен қазір сол бумажный скотчты жапсырып қойдым. Өздеріңізге көрініп тұрған шығар. Қараңыздар, мен астына жапсырып алдым. Астына қарай айналып түсетін частьтарды бір-біріне біріктіріп тігіп аламыз. Міне мен тігіп алдым. Енді мынау былай қарай айқасады. Енді мына жақта жүрген мына частьтар бір-біріне бұны кішкене булавкамен бір-біріне ұстата тұрсаңыздар болады. Бірікті. Енді осыған астыңғы частьін әкеп
жалғап шығамыз. Міне мынау центрына келеді. Центрына келеді. Енді ары қарай деп шығамыз. Мына центрін қойып аламыз. Осының арасына, мына жеріне мен матасынан кішкене желбезек сияқты ұсатып, жаңа астыңғы плессировка юбкасына сәйкестендіріп, жаңағыдай бір фасон придумать етуіме болады. Өйткені матасы жеткілікті бар. Қазір енді соны ойластырып шығамыз. Міне қыздар, мен қазір мынандай қылып жабы болып аталатын, жалпы сол бойынша мен қазір қырқып алдым. Ортасында менде тігіс сүйіндеп тұр. Бұда сборка болмайды, бұл өзі бұлай балам болып айналып тұрады. Міне мен шеттерін оберлоктап шықтым. Енді осыны маған мына частьқа алдыңғы передний частьтің астыңғы несіне орналастырып қосып аламыз. Кішкентай азырек жаңағыдай артығырақ болып тұр балам. Ол ештеңке етпейді. Трикотаж сәл тартыңқырап тіксеңіздер, соған орналасып кетеді. Астыңғы трикотаж созылатын болғандықтан кішкене тартыңқырап орналастырып жіберсеңіздер. Өте керемет болып орналасып шығады. Астыңғы трикотажды тартыңқырап отырамыз. Міне менде мынандай болып орналасып шықты. Енді осыны
орналастырамыз. Жоғарғы частьына орналастырамыз. Жоғарғы частьтің мына екі қосылған жері. Енді осыған центрін қойып шығамыз. Мен орналастырып алдым, беттестіріп. Енді бәрін бірге қосып тігіп аламыз. Тура центріне келіп тоқтаймыз. Ине матада шаншылып тұру керек. Сосын барып астын бұрып айландырамыз. Сол кезде ғана ол өз орнымен дұрыс айналып түсе алады. Бұл видеодағы көрініс түсініксіздеу болып жатса, онда алдыңғы менің салған видеоларымды көріп шығыңыздар. Бұл жерде бәрі анық көрсетілген. Аспай. Мен қазіргі темам жаңағы не болғандықтан, переделка болғандықтан, мен тек соған қатысысын ғана жасап жатырмын. Міне қыздар, менде кофтам дайын болды. Енді артқы өңірін осыған жалғап тігіп шығамыз. Мына мен жаңағы қойған валаным. Енді алдын артын бір-біріне қосып шығамыз. Мен мойын ойынсына ені 2,5 сантиметрлік трикотаждан қойып тігіп алдым. Қараңыздар. Енді үстінен бастырып шығамын. Айберлоктап аламын әрине. Бұны мынандай етіп бастырып шыға саламыз. Тартыңқырап отырып тікеміз. Сол кезде тіккен тігістеріңіз әр жерден үзіліп, сөгіліп кете бермейді. Менде артқы өңірі дайын болды. Қараңыздар. Енді осыны алдыңғы өңіріне қойып тігеміз. Міне бізде алдыңғы өңіріміз, полочкамыз.
екі қабат болып тігіліп тұр, мына екі қабатында. Так, мына. Енді осыған мынау артқы спинкамыз бізде жалаң қабат. Сондықтан осының ішінде қалып кету үшін біз мынандай етіп осы екі матаның ортасына орналастырып жібереміз. Мына жерді өнерге турлаймыз. Булавкамен міндетті түрде қыстырып аламыз. Жылжып кетпес үшін. Сөйтіп, мына екінші қабатын үстіне қоямыз. Ортада бізде артқы, яғни спинканың матасы екеуінің ортасында тұрады. Енді осыны машинкада тігіп аламыз. Инені алып тастаймыз. Бізде иығымыз мынандай болып шықты. Енді екінші иығымды дәл осылай етеміз. Мен екінші иығымды дәл солай етіп алып алдым. Оңына аударатын кезде мына жерден кішкентай алып тастасаңыздар болады. Сол кезде мына жағында бұл грубый болмай, томпиып қалмайды, әдемі тұрады. Қыздар, енді мына жанғы тігістерін қосып аламыз. Жан тігістерін қосып аламыз. Екінші жағын қосамыз енді. Трикотаждардың тігілген тігістері 0,5 болса жеткілікті. Одан жалпаққа тігудің қажеті жоқ. Если жалпақ болып тігетін болсаңыздар, артығын қырқып алып тастасаңыздар болады. Енді осы тіккен жерді оверлоктап аламыз. Міне мынандай екі жеңін дайындап алдым. Ұзындығы 22 см. Жеңнің ұзындығы. Жеңнің ширинасы 17-18 см. Сондай неде жеңді қиып аламыз. Мынау жеңіміздің алдыңғы жағы, көп болып тұрған жағы ол. Міне жеңім мынандай қылып, жеңнің ортасындағы середина нүктесін иықтағы тігістің несіне орналастырамыз. Екінші жағы мынау қолтықтағы жан сызығындағы нүктемен жеңнің астыңғы тігілген нүкте екеуін қосамыз. Жалпы жең деген кішкене 1,5 см-ге
жаңағыдай кеңдеу болу керек, өйткені иықтың тұстары мынау алдыңғы жағы мен арқа жағы мынау 5-6 сантиметр қалған кезде уже кішкене посадкамен тігіліп кету керек. Сол кезде кішкене тартылып, киіліп, шешіліп жүрген кезде тігістеріңіз үзіліп, сөгіліп кетпейді. Соған запас болып тігісінде жүретін болады. Сондықтан да қазір мен иық тұсына келдім. Иық тұсында кішкене қаттырек астын тартып жатырмын. Үсті жаңағы өз еркінде кете береді. Ал енді посадка бермейтін жақтарыңызда астында үстінде трикотаж маталарды тартыңқырап тігеміз. Екінші жеңімді тігіп шықтым. Қараңыздар. Иығы жаңа айтып жүргеніне ешқандай да бүлінген жоқ, өз орнымен отырып кетті. Енді жеңім астын қайырып шығамыз.
1,5 сантиметр кайырсаңыз да жеткиликтүү болот. Чейинин ушун тигип алдым. Міне, көрдіңіздер. Енді ички баса саламыз. Мына екінші жеңі. Мен екінші жеңімді тігіп алдым. Енді жеңнің ішкі жағын айберлоқтап шығамыз. Так, міне қыздар, мен қазір кеудесін бітіріп алдым. Қараңыздар, Енді ары қарай өзінің бұрынғы плессированный болып келген етегін осыған жалғап қойып шығамыз. Мына мен бана қойған желбезегім, мынау мойны. Енді етегін жалғаймыз. Енді кеудесі мен етегін жалғаймыз. Қойып алдық бәрін. Енді машинкада тігіп аламыз. Bunu aylandıra tigip çıktık. Yeteğimin kevdesi жалғанып шықты. Енді бұның белі кішкене кеңге болып тұрады. Енді сол кішкене өз қалпында тұру үшін осының астынан ниткалық резиналар болады. Сол ниткалық резинамен тігіп шықсақ болады. Сол кезде белдеріңізді
өз белтеріңіздің размерінде қысып ұстап тұрады. Ары қарай белтеріңізді ремень тағасаңыздар да болады. Қазір енді сол ниткалық жіпті өткізіп соны тігіп шығамыз. Мына резина нитканы мынандай қылып шөлнекке қатты тартпаймыз. Кәдімгідей өз еркінде бүйтіп төгіп аламыз. Мына сөйтіп осыны шпулькаға салып астына орналастырамыз. Міне қыздар, мен жаңағы беліне ниточный резинамен тігіп шықтым. Міне слегка ғана қысып тұрады белдеріңізді. Міне мен жаңа мойыннан шыққан галстугіне кішкене қосыңқырап, поясын жасап шықтым. Мынау қазір дайын болды. Переделкамыз. Мынау жеңіміз. Қараңыздар, жеңіміз. Мынау етегіміз. Французский длинада.